Мемлекеттік кірістер департаменті Алтай және Үлкен Нарын аудандары тұрғындарына салық заңнамасындағы өзгерістер мен толықтырулар жөнінде ақпараттық түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Шараға аймақтағы атамекен кәсіпкерлер палатасы, құқық қорғау және уәкілетті органдардың өкілдері қатысты. Көшпелі жиында көтерілген мәселелер жайлы тілші тарқатсын. Жиынға келген жұртшылықтың қарасы қалың. Мұндай кездесулер облыс тұрғындарының салық сауаттылығын арттыруға, сыбайлас жемқорлық пен көлеңкелі экономика деңгейін төмендетуге септігін тигізеді дейді шараны ұйымдастырушылар. Мақсатымыз салық заңнамасындағы өзгерістерге түсіндірме жұмыстарын, оның ішінде туризм объектілеріне салық салу, жалпыға бірдей декларациялау және мобильдік аударымдар туралы жалпылай түсініктеме беріп халыққа жеткізу мақсатымыз. Осы семинарға бүгінгі келе алғандар бар, келе алмағандарға бару, аралау мақсатында осы салық заңнамаларды түсіндіріп, осы нелермен, буклеттермен жаднамалар таратылады. Алтай және Үлкен Нарын аудандары туристік демалыс орындарына бай. Сол себепті екі аудандағы кәсіпкерлік нысандарын салық органдарында тіркеу, есепке қою, кассалық аппараттар мен терминалдарды қолдану, салық есептілігінде жалдамалы қызметкерлердің табыстарын көрсету маңызды. Сегодня мы на семинаре, посвященном... Көшпелі семинар аясында біз туристік объектілерге қатысты бірқатар мәселелерге тоқталдық. Мәселен, сіз демалыс орнының жетекшісі болсаңыз, және сіздің табыс көзіңіз 1,20 миллион теңгеден асса, сіз міндетті түрде оны заңдастыруыңыз керек. 2025 жылдан бастап салық кодекстерін жаңарту жоспарланған. Ол түбегейлі ерекшеленетін болады. Оңтайландырулар мен кірістерге салық салу жеңілдейді. Яғни болашақта туристік қызмет саласында да жеңілдіктер қарастырылмақ. Бұдан бөлек жиында тұрғындарға ілеспе жүкқұжат, өнімдерді сақтау және бөлшек саудада сатуға лицензия алу тәртібі түсіндірілді. Бүгінгі таңда бізде барлығы магазиндер автоматтандырылған, төлемдердің барлығы QR-код терминалдармен жүреді. Переводты қазір қысқарттық, тек қана осындай тікелей біздің ағымдағы шотқа түсіп отыратын QR-код төлемдермен пайдаланамыз. Оған бірден бір себеп болып жатқан осы салық жүйесіндегі болып жатқан өзгерістер. E-салық бизнес деген платформа қазір ашылған. Біз оны өзімізге жүктеп алдық. Бұл өте ыңғайлы. Бұл жерде де барлығы анық, түсінікті декларацияны тапсыруға болады. Осы жерден барлық өзімізге қажетті мағлұматтарды біз алып отырамыз. Жиында салық заңнамасына қатысты тың мағлұмат алдық. Мәселен, бізге жалпыға бірдей декларациялауды жүзеге асыру тақырыбы қызықты болды. Цифрлық жаңашылдықтар жайлы білдік. Оның арқасында жалпыға бірдей декларациялауды үйден шықпай-ақ тапсыруға болатына көзіміз жетті. Біз үшін бұл өте тиімді. Мұндай шаралардың тұрғындар үшін берері мол дейді Қатон-Қарағай ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының басшысы Ержан Сабиев. Осындай шаралар өткізіп тұрса деп ойлаймыз, потому что көптеген өзгерістер салық заңнамаларында толықтырулар мен енгізілер жыл басынан болып отыр. Жалпыға бірдей орталық декларация, мобильдік переводтар, сондықтан да бұл халыққа жеткілікті үшін мұндай шараға өткізгендерге өте қуаныштымыз. Көшпелі жиында Алтай және Үлкен Нарын ауданы тұрғындары көкейлерінде жүрген сұрақтарына толыққанды жауап алды. Семинар соңында қатысушыларға салық салу, жалпыға бірдей декларациялау бойынша жаднамалар таратылды. Нұртас Қайрылдаев, Мақсат Нығметов, Алтай ақпарат.